Армысыздар қымбатты достар, егер де сіз тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің жұмыс уақытысында немесе кешірек үйіңізде ашқыңыз келіп жүрсе, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі сіздерге өзінің жеке кеңесшілер қызметін ұсынады. Жеке кеңесші қызметі дегеніміз не? Жеке кеңесшілер, олар тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің қызметкерлері, оларда шығу қызметі, яғни шығу сервисі қарастырылған. Сол кісілер арқылы сіздер салым ашсаңыздар болады, салымды ашу, үй алуға дейін бүкіл сіздердің жолыңыз бойы сіздерді ол кісілер қолдап, қолпаштап өздерінің кеңестерін беріп жүретін болады. Кейін несиеге өтінім беретін кезде дәл сол кісілер арқылы өтінім берсеңіздер болады. Енді тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің кеңесшілерін қайдан тапсаңыздар болады? Бірінші жолы ол яғни тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің арнайы өзінің сайты. Сайтқа кіресіздер, сайтқа кіре бере консультанты кеңесшілер деген жерге басасыздар. Консультанты кеңесшілер деген жерге басқаннан кейін, мысалы өздеріңіз қай аймақта тұрасыздар, қай ауданда, сол аудан таңдайсыздар. Ауданды таңдағаннан кейін, яғни мысалы Нұр-Сұлтанды таңдадық, бірден сізге бірінші 20 кеңесші шығады. Осы 20 кеңесшінің ішінен өзіңізге ұнамдысын, өзіңізге қолайлысын таңдап аласыздар. Яғни таңдау барысында ол кісілердің аты жөні, ол кісілер жайлы сол жердегі пікірлер, және де ол кісімен сіздер тікелей хабарға шығу үшін ол кісілердің ұялы телефондары жазылып тұрады. Және де дәл біздің тікелей өзіміздің сайтымыздан басқа тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің кеңесшілерінің әлеуметтік желілерде өздерінің жеке парақшалары бар. Инстаграм әлеуметтік желісі, Фейсбук, тағы да басқа бүкіл әлеуметтік желіде ол кісілер жалпы бүкіл сіздерге қажетті ақпаратты беріп отырады. Біздің арамызда біздің қызметкерлер, біздің кеңесшілер бар. Яғни тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне қандай да бір өзгеріс болса, қандай да бір жаңа өнім дүниеге келсе, қандай да бір өнім жүзеге асса, соны егжей тегжей, яғни өзінің парақшасында түсіндіріп өтетін бізде кеңесшілеріміз бар. Және тағы да айта кететін жайт, көптеген біздің кеңесшілердің өзінің жеке кеңес беру орталықтары бар. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша бізде көптеген кеңес беру орталықтары қарастырылған. Ол не үшін жасалған? Мысалы, біздің өзіміздің банктың бөлімшелері, банктың филиалынан бөлек, әр қаланың әр шетінен, әр беттерінен бізде арнайы кеңес беру орталықтары ашылған. Сіздерге ыңғайлы болсын, сіздерге жетуге аздаған уақыт кетсін, сіздерге көп уақыт осыған жібермесін деген ойда. Мүмкін сіздің үйіңіздің астында болса, сізге үйден түсе салып, телефонмен, яғни кеңесшімен сөйлесіп отқаннан гөрі астыға түсіп, сол кісімен сөйлесіп, тікелей өзіне кеңес алған дұрыс деп санайтын шығарсыздар. Мысалы, одан кейін тағы да айта кететін жайт, Нұр-Сұлтан қаласында біздің кеңес беру орталықтарыңыз Тугис қосымшасы арқылы тапсаңыздар болады. Тугисқа мысалы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің кеңес беру орталықтары деп жазсаңыздар, сізге жақын тұрған кеңес беру орталығын тауып беретін болады. Тағы да айта кеткіміз келіп отырған дүниелердің бірі, ол яғни біздің кеңесшілерде бар предквалификация деген, яғни предварительная квалификация деген дүние. Біз оны өзіміздің арамызда, яғни жалпақ дүниеде предквал деп атаймыз. Предквал деген жалпы қандай дүние, қандай қызмет. Мысалы, көптеген жандар өзіне бағана қажетті несиеге беруді банкқа келмей, біздің кеңесшіні жұмысқа, біздің кеңесшіні немесе өзінің үйіне шақырып өтінім беріп көрсе болады. Қандай қызмет, керемет қызмет, е? Мысалы, үйде отырсыз, біздің кеңесшіні үйіңізге шақырдыңыз, кеңесші сізге үйге келді, предварительный квалификация бойынша сіз өтінім жіберіп көрдіңіз, яғни сізге мысалға осындай да осындай сомаға несие береді ме, бермейді ме екенін сіз өзіңіз толықтай біліп алдыңыз. Енді несиені ары қарай жалғастырғыңыз келсе, сіз несиені ары қарай жалғастырасыз. Жалғастырғыңыз келмесе, өзіңіз үшін жалпы біліп жүресіз, сізге қандай сома несиеге беретіндігін. Предквалификациядан өткеннен кейін, предквалдан сізге маман арнайы сертификат беретін болады. Сол сертификатты қолдану арқылы сіз, яғни өзіңіз үшін болашақта біліп жүретін боласыздар. Және де қазіргі таңда біздің банкта, яғни тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, жаңа инновацияларға, жаңа өнімге өте құмар банк. Біз өзіміздің
банктың салымшылары біздің банктың болашақ салымшыларына әрқашанда ыңғайлы, қолайлы болып отыру үшін, олар әрқашанда заман талабына сай, уақытылы аяқпен басып отыру үшін біз видеобанкинг жүйесін қазіргі таңда жүзеге асырудамыз. Ол дегеніміз, яғни сіз өзіңіздің кеңесшіңізбен жеке екі жақта отырып видеобанкинг арқылы сөйлесіп өзіңізге салым аша аласыздар, өзіңізге несиеге өтінім бере аласыздар, және де көптеген басқа қызмет түрлерін осылай ала аласыздар. Қандай керемет емес пе, қымбатты достар. Және де қымбатты достар, тағы да бір айта кететін жайт, яғни біздің осы YouTube арнамызда, YouTube каналымызда, тағы да Instagram каналымызда өзіңіздің яғни кеңесшіңізді атап жазып өтіп кетсеңіз, яғни кім сіздің кеңесшіңіздің қандай да бір жақсы қырлары бар атап өтетін, және де қандай жақсы сізге ұнамды қырлары бар, соның бәрін атап жазып өтіп кетсеңіздер. Сол қымбатты достар, жалпы барлықтарыңызға бұл видео ұнамды, танымды, пайдалы болды деп ойлаймыз. Біздің банктың кеңесшілерінің қызметіне қолданыңыздар, өйткені ол өте ыңғайлы, қолайлы, банкқа келудің қажеті жоқ. Тағы да айта кететін жайт, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша бізде 160-тан астам кеңесші бар. Кеңесшілердің жұмыс уақытысы азанғы сағат 9:10-нан басталып, кешкі сағат 21:00-ге дейін. Яғни сіз жұмыстан кейін келіп, үйде отырып, өзіңізге қажетті кеңесшіні, мысалы алдын ала екеуіңіз әрине келісу арқылы үйіңізге шақырасыз ба, жұмыс орнына шақырасыз ба, шақырып депозит ашып, немесе несиеге өтінім беріп көрсеңіздер болады. Ал қымбатты достар, видео танымды, пайдалы болды деп ойлаймыз. Мақсат пен мақсатқа әр қазақстандық баспаналы болсын.